Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздермен бүгін бір маңызды тақырыпты әңгіме еткім келіп отыр. Ар жаққа фонға мән бермей қойыңыздар, жұмыста отырып. Жалпы соңғы кезде видео түсіруге менің қолым тимей кетті. Себебі жұмыс басталды, екі жақта жұмыс істеп жатқандықтан. Сондықтан бүгін ойыма келген бір осы тақырыпты көптен бері түсіргім келіп күнде жарайды деп бір болмай ақ қойды. Содан бүгін реті келген екен. Жалпы адамдар бір-бірлеріңізбен әңгімелескен кезде, бір-бірлеріңізбен мәміле қойған кезде, бір дастарханда шай ішкен кезде көп жағдайда адамдар бір-бірімен қайғыласады. Бұл дегеніміз болмайтын минус жақтарды айтады. Кімнің болмасын. Сіз негізгі түпкі талқылап келген кезде сіз алысыңызды емес, жақыныңызды әңгіме қылатын боласыз. Сондықтан ол айланып, өзіңізге қайтадан айланып келіп отырады. Сондықтан әдетке айландырыңыз, осыдан кейін өзіңізді бақылаңыз. Ешқашан өзгелермен әңгіме айтып отырған кезде қайғы таластырмаңыз. Себебі қай бір адам әңгіме айтқан кезде не күйеуін, не сыныптасын, не бір досын, не өзін ғана жақсы қылдырып басқалардың қандай болмасын минус жерін айтады. Сол кезде адам бейсаналы түрде өзі байқамайды. Сол энергиямен, сол әңгіменің төркінінде, сол энергияның төңірегінде соған ұқсайтын өзінде болған көңілсіз, қайғылы сәттерін, өзіне ұнамайтын сәттерін айтып бастайды екен. Ол дегеніміз анадан қарағанда менің қайғым ауырлау, мен анадан қарағанда бейшаралауым, мен сенің қарағанда сенің қарасында тәубасың, мен де жырғап жүрген жоқпын деген сияқты. Бұл жерде бұл әңгімені айтқаннан, бұны осындай сөз қылғаннан ешкімнің қайғысы жеңілдеп немесе жақсылыққа болмайды. Керісінше сіздің энергияңыз түседі, керісінше сіздің байқамайсыз сол айтып отырған адамның алдында өзіңіздің қадіріңіз түседі. Өйткені ол сізді бұған дейін, сіз бұл әңгімені айтқанға дейін сізді бір мықты, күшті, ақылды, семьясымен тату, күйеуіңізбен жақсы, подружкасымен адал, ағайын туысымен жұқсымды, бәрі сізді сыйлайтындай қылдырып Алла тағала, құдіреті шексіз Алла тағала сізді сондай қылдырып өзгелердің алдында көрсетіп қоюы мүмкін. Бірақ сіз өзіңіздің тіліңізбен, өзіңізге жасап алған осындай шеңберіңіз, өзіңізге қойып алған бағаңызбен сол алдыңыздағы партнерға, әңгімелесіп отырған адамға айту арқылы өз бағаңызды түсіресіз бірінші. Екінші, өзіңіздің сол энергияға қайтып түсіп кеткеніңізді білмей, сол сезімді қайтадан бастан кешіресіз. Сол сезім бастан кешкеннен кейін адам минус халге түскеннен кейін депрессияға түседі. Депрессияға түскеннен кейін адамның энергиясы түседі. Содан кейін істеп жатқан ісіне деген, бірдеңеге деген қызығушылығы төмендеп кетеді. Сол арқылы сіздің табысыңыз да түседі, көңіл күйіңіз түседі. Көңіл күй түскеннен кейін адамның бойындағы неше түрлі гормондарды ауытқушылық болып адамда ауру пайда болады. Сондықтан ешқашан бұл өте маңызды, адамдармен қайғы жарыстырмаңыз. Айтқыңыз келіп бара жатса, саналы түрде ойланып, жақсы жағын айтыңыз. Бұдан басаңыз ұтылмайсыз. Сондықтан аузымыздан шыққан сөзге, ойымызға фильтр қоятын болсақ, әрқашан мен айтып отырам, кез келгенде не ойдан басталады деп, ойымызды таза ұстайтын болсақ, ойымызға сақ болатын болсақ, ойымызды әрқашан бақылауда ұстап тұра алсақ, ойымызға, тілімізге, аузымыздан шығатын сөзімізге өте бір сондай сақтықпен қарайтын болсақ, біздің өміріміз міндетті түрде жақсы жағына өзгереді. Барлықтарыңызға сәттер, жақсы көңіл күйлер, көтеріңкі сезімдер, бай қуатты, бақытты өмір нәсіп болсын.